Құрметті қонақтар, құрметті қатысушылар, бүгінгі кезекте қоғамдық тыңдауда арақы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің әсер етуге экологиялық осы талаптарға материалдар Қатқымалық пен оның кеңейту жобасы Атырау облысының Жуалы ауданы қоршаған ортаны қорғау бөлімі талқылауға шығарылып отыр. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экологиялық кодексі 96 бабына және Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің 2021 жылы 3-ші қабылданған нөмір 286 қоғамдық тыңдау өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде яғни Аксессуар ауылдық әкімі Кабинет Марат Әлімжанұлы, хатшы ретінде Ерік Тарапанов, болса хатшыны хатшы не сайлауға керек. хатшы сайлау кім сайлайды? Жоқ, ауылдың сайлауға керек. Себебі өткенде мүмкіндер болса, кешіресің арызды. Өткенде хаттама дұрыс жазылмаған, ішінде көп айтылған мәселе кірмеген. Ол хаттаманы түсіп алдым, үстеусіз. Хатшы динапа басшылар, олар кім бар? Хатшы кім боласыздар? Болыңыздар. Иә. Хатшыны қайда қойыңыз? Что написано? Актер айтып өтеді. Актер Иә, олай болса, хатшыны бекіттік, жұмыстарға жүргізуге рұқсат. Бұл қоғамдық тыңдаудың мақсаты тапсырыс беруші арналығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған материалдар Қатқымалық кен орнының кеңейту жобасы Атырау облысы Жуалы қоршаған ортаны қорғау бөлімімен қоғамдық таныстыру және хабарландыру болып табылады. Регламентке бекіту керек, баяндамаға 10 минут, қосымша сөйлемдерге 3-5 минут. Регламент 1 сағатта беріледі, ал олай болса регламентті бекіту керек. Олай болса регламент бекітілді. Тапсырыс беруші арналығы жауапкершілігі серіктестігінің атынан бүгін қатысып отырған Қаламқұл Әсет, өндіріс жөнінде мектеп президенті, Оспан Өтеміс өндірістік техникалық бөлімінің бастығы, Алин Роман эколог. Күн тәртібі мәселесі бойынша сөз Апекс Энергия Сервисінің экологы баяндамашы Bizim Nataj'ın projelerini Sovyet'te, осы Август Energy Solution компаниясының инженерия бөлімінің алдарыңызға әсер етуге экологиялық талаптарға арналған материалдар бойынша Қатқымалық кен орнының кеңейту жобасы Атырау облысы Жуалы ауданына қоршаған ортаны қорғау бөлімі бойынша келіп отырмыз. Жоба негізінде жаңа қоғамдық тыңдаудың регламенті бекітілген болатын. Қарапайым болсаңыздар болады. Сонымен қатар қоғамдық тыңдаудың заңнамасына сәйкес жарияланған хабарландырулар, яғни жергілікті газеттердің облыстық газеттерге және телеканалдарға хабарландыру берілді. Қиындыларын алдарыңызға ұсынып отырмыз. Сонымен қатар келісімшарт аумақтың орналасуы бойынша Қатқымалық кен орны әкімшілік жағынан Атырау облысының Жуалы ауданына жатады. Сонымен қатар Тасқынған ойпатының оңтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан. Облыстағы Атырау қаласы кен орнынан оңтүстік-батысқа қарай 290 км қашықтықта орналасқан болса, Құлсары қаласы 75 км қашықтықта, Ақтесоғай ауылы 42 км қашықтықта орналасқан. Сондай-ақ кен орнынан Жеңіл өзеніне 30 км, Сарыны 73 км және Каспий теңізіне 150 км қашықтықта орналасқан. Нақты бөліктерінің ауданы 62 шаршы шақырымды құрайды. Енді бұл жерге алдарыңызға Қатқымалық кен
Орынның тау-кен бөлігінің орналасу карта схемасы көрсетілген. Қарап болсаңыздар болады. Осы аумақ шегінде жұмыстар жүргізілетін болады. Сонымен қатар келесі сіздерге бұл жерде тұрғылықты кен орнына ең жақын мемлекеттің орналасуының карта схемасы көрсетіліп отыр. Яғни Ақкесоғай ауылынан 42 км қашықтықта орналасқандығы. Сонымен қатар Жем өзеніне қашықтығы жаңа айтылғандай 29 км қашықтықты құрайды. Және де Сағыр өзенінен 73 км қашықтықта құрайды. Енді жоба негізінде жобаға тапсырма сәйкес келесі нысандағы жобалауды қарастырылып отыр. Яғни бұл жерде айтып өткендей құбыр желілері, майды дайындау қондырғысы, қабат қысымын ұстап тұруға арналған сорғы ғимараты, көпфазалы сорғы қысымы ғимараттары, ағызу, алу қондырғылары, жер асты көлденеңдігінің сыйымдылықтары, осылардың барлығы жатады. Келесі енді қоршаған ортаға тез әсерінің жүргізуде қандай болуы мүмкін. Енді бұл жерде жобаның айтуы бойынша енді кеңейту деп айтылып тұр, бірақ бұл жерде жаңағы қондырғыларды жаңарту мағынасында айтылып отыр. Бұл жерде жер жұмыстары, шаң материалдар тасымалдау, бұрғылау машиналарының жұмыстарына қазу тиеу, жер жұмыстарының топырақты сығыздау, тиеу түсіру жұмыстары, бөгетті шаңдандыру жұмыстары жатады. Құрылыс монтаждау кезіндегі қазандықтармен жұмыс жасау, пластикалық құбырлар, дәнекерлер, бұрғылау машиналары, газ кескіш, сварка деп айтады ғой, олардың барлығы сіздерге көрсетіліп тұр. Енді бұл жерде айта кететіні, бұл жобаны 25-26 жылдар аралығында жоспарланып тұр, яғни бұл тек 5 айда ғана құрайды жұмыс аралығы, бар болғаны 31 тонна қалдықты құрайды, шығынды шығарындыны құрайды. Оның ішінде жабдықтың жай-күйінің техникалық талаптарға сәйкестігін анықтау керек жобаға қарастырылған, өндірістік экологиялық бақылау жүргізу, сонымен қатар технологиялық уақытша тәртіптің сақталуын бақылау. Енді бұл жерде айта кететіні, өзі жұмысының уақытын айтып отырмын, 5 айда ғана құрайды, оның біреуі дайындық кезеңі болып табылады. Яғни барлық шығарындылардың көздері уақытша болып табылады. Яғни экологиялық нормативтерден немесе атмосфералық ауа сапасының нысаналы көрсеткіштерінен асып кетуге әкеліп соғатын шығарындылар жоқ. Бұлардың барлығы нормативтер шегінде жүзеге асырылған. Енді бұл жерде сіздерге қолданыстағы ережелерге жиынтық топтардың кестесін көрсетіп отырмыз. Сонымен қатар жаңа айтып өттім ғой, экологиялық өндірістік бақылаулар жүргізіледі деп. Бұл жерде сіздерге жаңағы әр бақылау кезеңіндегі көрсетілген хаттама деп айтады ғой, соны көрсетіп қойып отырмын. Яғни жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жаңағы айтып отқандай өндірістік бақылау кезеңіндегі әр қандай шығарындылық түрлері нормаға ие ма, қандай проба деп айтылады ғой, алынып проба соның бәрі көрсетіліп отыр. Сонымен қатар, енді бұл жоба аясында сумен жабдықтау, су бұру туралы айтатын болсақ, енді сумен жабдықтауда техникалық қажеттіліктер үшін жаңағы ауыз сумен жабдықтауға шартқа сәйкес, техникалық қажеттіліктер үшін су бұрулары пайдаланылады. Ал енді жинақталуына қарай, ыдыстарға жинақталып шартқа сәйкес шығарылады. Бұл жерде сіздерге су көтермеудің су бұруының бір жерде көрсетілген, яғни су ресурстарының ластануының алдын алу үшін жаңағыдай ана жағармай материалдардың ағып кетуін болмайтын көлік құралдарын техникалық жай-күйін бақылау, және бездердің ластануына жұмыстарын жүргізуді регламенттейді. Бұл жерде енді жаңағы рұқсатнаманы көрсетіп қойып отырмыз су пайдалануға жаңағы су ұңғымаларының. Енді осы жоба негізінде өндіріс және тұтыну қалдықтарының алдын ала көлемі айтып өткендей бұл жерде қалдықтарды кәсіпорын объекттерінде орналастыру көзделмеген, яғни өндіріс және тұтыну қалдықтары контейнерлерде уақытша сақталады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының 390 бабының 1-ші тармағына сәйкес мамандандырылған лицензиясы бар ұйымдарға тапсырылатын болады. Енді бұл жерде сіздерге қалдықтар көрсетіп тұр. Бұл жердегі қалдықтар өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жерде майланған шүберек, қалдық батареялар, пайдаланылған ыдыстар, коммуналдық қалдықтар, металл сынықтар, асфальт деген болады ғой, солар ғана көрсетілген. Яғни бұл жерде тонна қалдықтың мөлшері бар болғаны 3 тоннаны ғана құрайды. Яғни үлкен бұл уақытша жұмыстар болып табылады. Енді осы қоршаған орта компоненттеріне әсерді аса келген шаралар, енді жаңа айтып өткендей, аумақ бойынша автокөлік жобасын ұйымдастыру, жағармайдың төгілуінің алдын алу, арнайы техникалық қызмет көрсету, өндірістік экологиялық бақылау, және де жаңағыдай жер учаскесін бөліп беруші тауарлар жұмыстарын жүзеге асыру, яғни сіздерге жаңа көрсетіп өткен болатынын, сол жұмыстар аясында жүргізу, учаскелер мен іргелес аумақтардың тазалығын сақтау жатады. Сонымен қатар бұл жерде қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары
жер қойманы пайдалану объектілерінде шаң басу бойынша жұмыстар жүргізу, аумақты көгалдандыру, қайта өңдеу мақсатында мамандандырылған мердігерлік ұйымдар арқылы балықтар жинау және шығару, суларды шартты негізде әкету, қалдықтардың жай-күйін бақылау жатады. Енді осылайша қоршаған ортаға құрамдас және интегралды әсерді талдау жобалық технологиялық шешімдер сақталған жағдайда, жаңа аталып өткен шығармалар сақталған жағдайда, және де манағы іс-шаралардың барлығы сақталған жағдайда қоршаған ортаға әсері айтарлықтай тез әсер етпейді деп айтуға болады. Енді әсері жергілікті, төмен және уақытша деп бағаланады. Назарларыңызға рахмет. Егер осы жоба негізінде сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Енді жалпылама жаңа қолында айтылды ғой, біз келіп кеткенбіз, бұл жерде енді жаңарту жұмыстары деп айтылды. Бұл вискі айтады ғой, оборудованияларды жаңарту мағынасында бұл жердегі жұмыстар тек қана жаңағы оларды жаңарту, бұрғылау ешқандай жұмыстары болмайды, халықтар жаңағы 1 тоннаны құрайды, 3 тоннаны құрайды, сондықтан мұнда қатты шығарынды көздері болмайды. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Проявление. Умирали сіздердің негізгі жобалық шешімдеріңіз әртүрлі нысандарды жобалау қарастырылған. Солай ғой, әртүрлі жобаларды қайта қалпына келтіру, солай жаңарту, солай ғой. Расширениеге жатады ма, ол сонда жатады ғой, иә? Расширениеге айтамын негізі, себебі бөлінеге салықты бізде алдына қандай министерство энергетикасының ұсыныстар учетты ИСУН деген программа бар, учетты дұрыстау керек. Ол учетты дұрыстау үшін бізде қазір арго деген момент оборудование қою керек болып тұр. Ол үшін бізде осына оборудование, сіздер оның ішінде оборудование мысалға атмосфераға шығатын шығарындыларды азайту мақсатында қоятын оборудование бар ма? Мысалға, ондай оборудование жоқ қой, иә? Жоқ, сіз атмосфераға шығатындай дейсінде, бізде челесте бір пункт бар, закрытая система деген бар. Бізде бәрі сол закрытый системада, сол оборудование бәрі закрытый системада жұмыс жасайтын бар. Ол ауаға шығатын возможность даже. Ол закрытый система. Бөлінгенде де өзінің сепараторы бар. Бәрі ОПМ-де жиналады да, біздің на собственном минуты, да, подогрев нефти, пайдаланатын газ, ауаға шығады деймін. А мұнайы ол өз тоже закрытый системаның кейіпте, бөлінекте НПС деген қызылорда ауылға барып, қасақсылық қалуы. Жауап тұрған ауаға ештеңе кетпейді. Енді мына жобаның ішіндегі жұмыс жобасына сәйкес нысандарды жобалау қарастырыпсыздар. Соның ішінде мына жазылған құбыр желілері, мұнайды дайындау қондырғысы, көпфазалы сорғы станциясының ғимараты, көпфазалы сорғы станциясының 2 бірлік 3 деп жазылды ғой. Газ сепараторларын орнату, осы жұмыстардың бәрі жасалады ғой, көрсетілгендей. Жылытқыш бөлік, келе жылыту пештері, жерасты көлем, дренаждық сендік көлем, алау қондырғысы деп сіздер мына жерде. Осыны қалай айта аласыз? Биіктігі алау қондырғысына осыған сіздерде разрешение бар ма? Ол не жазып қойғандарыңыз. Осы бойынша түсіндіру. Мына қазір алдында өзінің барып көрдіңіз. Иә, осы жерін айттыңыз. Біздің технологиялар бәрі уже дайындар негізі. Оның жер астынан қазір бізге попутная вода дейді, сол көп келіп жатыр. Сол үшін бізге любой сосудтың, любой құбырдың газын ауыстыру керек болып тұр. Оған ең біріншісінен ол ертең шіріп жатыр. Металл бой бөлініп тұр. Жаңа металл қойғанбыз и ауыстырғанда қалай болады? Бізде бір сосуд тұр, соның астына екінші сосудты қойып аламыз. Системада. Сосын маған қасына жаңа задышық тұр ғой, ол жауып тұр уже. Соған қасына задышқыны қойып алып бар, жауып тұрған түрінде ештеңе өзгермейді. Мынау, как обычно, өзінің дренажына кетеді, мынаны қосып жібереміз, мынаны келіп жатқан.
бұрынғы утилизацияға бересіз ғой. Утилизацияға уже по экологии бізде осы жақында тексеріс болды. Барлық жабдықтар уже қазып алып, ішінде не заттар бар екен, сонда өзінің договоры бар. Тақыратын ерлер бар, өзі келіп алып кетеді, арға утилизация. Енді автоматтандырылған топтық өлшеу қондырғыларының алаңдарын көрсетіп қойыпсыздар. Ол не? Ағзу деді. Иә, ағзу. Ағзу деген сол жаңағы замерс дейтін контейнер ішінде сепаратор бар. Сол сепаратордың алдында жаңа счетчиктар бар. Сол скважинадан шыққан мұнай, газ, су бәрі көрсетіледі. Қанша келіватыр, ол бізге өзімізге керек, себебі энергетика жаңағыдай сұраныстар бар, требования бар. Осы бізде мұнай мен газды қадағалауымыз керек. Точно учет, чтобы оларға напрямую ететін информация. Енді осы жерде мана сіз айттыңыз ғой, су көп келіп жатыр деп, иә? Жер асты су көп келіп жатыр. Осы жер асты суларын сіздер зерттейсіздер ме? Кейде құрамы қандай болады? Себебі анализ болады ма оларда? Анализ постовой воды дейміз, ол геологтар постоянно тексеріп қадағалап тұрады. Оның ішінде ұстап отырғызып, бөліп, мұнайсыз тәртіп өзінің нагнетательный ППД скважиналары бар, соған таза суын жүйеміз. Өзімізде сол сепараторларымыз бар. Таза суын сіздер өзіңізді қолданасыз? Жоқ, таза су деген бөліп тұр, мұнайсыз бөліп. Мұнайсыз бөліп тұр. Мұнаймен бірге келеді, сол су осы мұнайдан бөлініп, таза су. Сіздер мана бір айттыңыз ғой, бір скважина бар, өзіңізде пайдаланады. Ондай скважина 13 скважинасы бар, сондай нагнетательный ППД скважина дейді. Соған оның ішіне пропорционно бөліп пайдаймыз. Екі кіло бар, екі кіло бар. Олардың да тоже өздерінің счетчиктары бар, оның да тоже Министерство энергетики тексереді, оның каждыйының өзінің отчеты бар, соны біз постоянно тексеріп тұрамыз. Сізге сол Министерство сұранысы цифрландыру бәрін өздері көрсетіп тұр, адамның қатысы жоқ. Сол үшін біздер жұмысты амалсыздан істеуіміз керек. Негізі бізде бәрі дайын тұру, айтқан бізде проводты жердендіру үшін металлдан стеклопластикқа ауыстырып жатыр. Мына қазір істеліп жатқан жұмыстың бәрі мына Министерство энергетиканың сұранысы. Негізінде если олардың сұранысы болмаса, біздер мына жұмысты істемейтін. Себебі біздер өзімізге оперативный учетта ол барады. Министерство энергетикаға басқаша цифрландыру керек. Сол үшін ИСУН деген экономикалық система нефть деген бар, Министерство энергетики. Сол үшін олар егер нақты ұстап бәрін качественный жаңа счетчикпен, жаңа бұрын ұстап бөліп, ертең проект разработки деген бар геологтарда. Сол проект разработкадан біз жұмыстың қанша жылына қанша мұнай алуымыз керек. Соны біз ертең қорғап шығу үшін бізге жаңа оборудованиялар керек болып тұр. Сол үшін істеп жатыр. Енді мынау қалдыңғы неге мен порталдан көргенімде 2025-2034 деп қойдыңыздар. Жұмыстарыңыз соған алып тұр ма? Жұмыстарыңыз соған дейінгі кесіп шартпен тұрсыздар ма? Лицензияны түсірсіз. Ол жер астында шын керек ешкім білмейді ол қанша мұнай бар екен, құрылыспен өлшенген қанша шығара алатыныңызды ешкім тоже білмейді. Оны проекттанттар санап береді, это прогнозный проект. Соны біздер министерство жыл сайын бізден сұрайды, ана проектіне көрсетіп тұр ғой, соның образы 51 мың тонна шығарамын дейсің жазып тұр проектпен. Сен соған жұмыстануың керексің. Қағасың ба, таппайсың, неге таппайсың, онда қайта проектін өзгертесің. Соған байланысты өзіңіз білесіз, бізде алдын айтқан біздің месторождение 30 жыл болды. Біздер барынша тырысып жатыр мұнайды дұрыстап проект табуға, проект жөнінде істеуге.
басқа месторождение бар, басында мұнайды көбірек тапқысы келеді, сосын уже барып правильно лицензиясын тапсырып, бізде ондай жоқ. Бізде лицензияда өзім көп айтқандай 35 жыл алды. Енді алдыңғы нені айтайын деп едім ғой. Иә, айта беріңіз. Бұл жерде деген аса қауіпті қалдықтар жүрміз ғой. Белгілі сертификаттар компанияларға береміздер ғой. Оның тестігі ат жөнінде қандай компаниялар бар? Бірінші алдында үндеуді бірінші не болды, отырыс болды, ол біздер айтып біріншісі ол экотехникс. Ол экотехникс пока что амалсыздан жүрісінде тапты, заңда бар, ең жақын полигонға тапсыру керек. Оны айттым, экотехникс. Сол ең жақын болғанмен ол біздің елді мекендердің ең жақын нәрсе да. Ол жерде біздер мысалы жылойдың халқы болып, біз оған қарсымыз. Теңізде болсын, Қарабатал жақта болсын, негізінде бар ғой тағы компания. Алдында протоколды мен бастықтармен Сол протокол еңбек алған ғой сол. бастықтармен сөйлестім, ертең қазір бюджет дайындалып, 26 жылға сонда ертең конкурсқа қатысқанда себебі айтайын деген көптеген компанияларда паспорт автобус деген бар. Көбінде сәйкес келмейді. Экотехниксті паспорт автобус Дон насадки, неке шлам деген паспорт бар. Экотехниксті көп документтер дұрыс негізі басқаларға қарағанда. Біздер сосын алдын айттым, сөйтіп экотехниксіне кеткіміз келді бір жылдары. Интернет Урал дегендер, олар енді экотехникадан екінші топ жақындықпен. Сосын конкурста интернет Урал өтті, бірақ олар алаяқтар болды ма, налог төлемей деп. Сосын бізге департамент экологиядан штраф келіп келді. Сіздер неге төлемейсіз, сіздердің өздерінің ақылықтарын налогтарын. Біздер айттық, өздер педагог бәрін тапсырып интернет Уралда. Сондай алаяқтарға қайтып ұстап қалғаннан кейін 2 гигант бар ғой бізде. Қазақстанда не бар қойын, Атырау облысында 2 гигант бар, Без дала деген, сосын экотехникс деген. Сол Без далаға біздер хабарластық алдында. Олар да көптеген бізге сәйкес біздің паспорт автобусқа әзірге жоқ. Бірақ қарастырамыз, жиналда қарастырамыз. Сосын жақсы деп келісімді. көп компаниялар солармен доғыр болып отыр. Ол, иә. Қазір тыңдағанда Без далардың шығып жатыр. Кімде паспорты сәйкес келеді? Бізде неше шыланда сәйкес келмейді. Потому что біреулерде сері бар, бізде сері жоқ. Ақылықтарда сері жоқ, просто оқытылған, бөлінген. Арзандау да сосын. Жоқ, бізде арзандау деп айтпай қояйын, негізінде олардың да вопростары көп. Примерно бір тонна нефть шлам 60 мыңнан 100 мыңға дейін бар. Арзан емес, 300 мыңға шығарғанда. Бағалар бірдей болып болса неге сол? Жоқ, бағалар бірдей емес, разный. Значит, алар көп сұрайды да, мыналар. Жоқ, ол не емес, ол бізде айттым ғой, не бар. Просто әңгіме өргіде емес, әңгіме деген жергілікті халық бар ғой. Солармен ұланбасын деген әңгіме ғой. Иә. Ешқай департамент экология қарсы шыға алмайды. Себебі сол тайлы жабышып, ең жағын полигон. Ең жағын полигон тапсырмай кеткен десе, ертең сұрақ оны бәрі и ЧС сұрайды, и департамент экология. Басқа компаниялар сұрайды, ең жақын деп жатқан сол жақта не тұрады? Мысалға? Білмеймін, біраз компаниялардың өзім таныс мен өзім таныс жігіттерім басқа гидропользование жасайтын отдел КТО-да отырған енді экологтар дұрыс деп мақтанбай қояйын, бірақ айтып тұрғаны мен әңгімем сол ең жақын полигонға тапсыру себебі жолда қазір андай случайлар көп болып жатыр, газетте де жазып жатыр, инстаграмда да жазып жатыр. Жолда некоторые осындай шлам таситын компаниялар туып кетіп жатыр жолда, ағып кетіп жатыр. Сол үшін расстояние көп болмау үшін жақын расстояние тапсыру. Сол жерде енді опасно выброс көп болмау үшін, бізде, например, Қосарда отырамыз, барып Басторға тапсырмаймыз ғой. Еще больше расстояние, жолмен тапсыру, асфальтты түгел қалуы мүмкін, машиналар сәйкес болмауы мүмкін, бәрі разный болады.
Мен естідім, көрдім де, статьялар көрдім, айдалада бір тоннада 2 тонна итіп қалған машиналарды ашып кеткен, арт жағында несі загрузчик сасып кеткен. Сондайлар болады. Сол үшін сондай болмау үшін жақын полигонға тапсыру керек дейді. Осы жылдың өмірінде жұмыс жасалған жалпы жылдың халқының ең басты қаламы сол мына айналада жақын осы тұсарына осы айналасында тұруға қарсы. Мен сол алдында індегі отырысынан кейін сразу өз қалаларымыздың паспорттары жөнінде. Олардың біздің паспорт, олар паспортқа сәйкес емес. Дом назад етушілер. Дайындаймыз деп, 26-ға дайындаймыз деп. 26-ға дайындаватса, солардың отыруға дайындаймыз. Все, я көрісті қараштырам. Қаймен? Қайт отыруға ма? Жоқ, везде ба? алдында ұсыныс болды ғой, соны қарастырам. Сол енді мына хаттама деп, мана мен хаттамаға, алдыңғы хаттаманы көрсеңіз, төраға вообще сіздер осының бәрі ішіне кіру керек еді, кірілмеген. Мен әдейі протоколды ашып көргем. Жазылған нәрсенің бәрі, айтылған нәрсенің бәрі жазылмаған хаттамада. Протокол жазылмаса, мен сол сразу өзіме жазып алдым, сол экотехникалық жұмыс орны ол. Сосын, мына жерде сіздің манағы ұсынысыңыз болған, бұл енді НДО болғаннан кейін ППМ, яғни ол озеленение кіреді, оның ішінде. Сол себепті мына ауыл әкімінің ұсынысы болған көгалдандыруға арналған меморандумға шарт жасау мәселесін қарастыру жөнінде. Сіз оған жауап бергенсіз, кен орнынан алаңын сынамалы көгалдандыру жүргізілетін болады. Яғни қоғамдық тыңдау тақырыбына қатысы жоқ деген. Солай жазылған. Экологиядан осылай защитная зонада біздің өзіміз негізінде қай жерде жұмыс жасайсың, қай жерде жұмыс жасалатын, сол жерде отыру керек. Бізде қазір план мероприятий бар, өзіміздің месторождениемізде енді сол жерден апасына қасына енді өкілінде қоя алмаймыз, бірақ өзіміз көргенде общежитиемен екі мастерскойдың айналасын толтырамыз. Енді қараңыз, сол ППМ-ыңызға, манағы неңізге кіреді ғой, план мероприятиеңізге кіреді. Сол себепті сіздің манағы талдарыңызды көрдіп тұрып жатырған өздеріңіздің жатақхананың айналасына скважинаның қасына итақтар қоймайсыздар сіздер. Сондықтан мына жердегі ұсынысты қабылдауыңызды сұраймыз. Ауыл әкімінің ұсынысын мына жерде тақырыпқа қатысы жоқ деп хаттамаға толтырып жіберсіздер. Бұл тақырыпқа қатысы бар озеленение. Себебі бұл жерде кіреді. Озеленение сіздерге план мероприятия кіреді. Сол себепті сіз енді жатақханаңыздың қасына толтыра бермей, осы ауылға егулеріңізді сұраймыз. Сосын бұл хаттаманың ішінде айтылғандай, сіз мына мені айттыңыз маған. Отчет бердіңіз. 2022, 23, 24 жылдары 30 миллион ауданға бөлдік деп. Бұл ауданға емес, облысқа бөліпсіздер. Мен әдейілеп осы неге дайындалып келсінші деп өтеміз сізге жіберген болатынмын. Бұқалтырыңыздан қарайым дедіңіз, жауап бермедіңіз ғой. Неге? Біз қателесіп тұрмыз ба? Қателесіп тұрсыздар ма? Ол деген солай ғой, кезінде бізден 95-тен бастап үкіметке аударып. Ол енді қалай не істеген назначениесін мен түсіне алмадық біздер. Ол енді ауданға аударылды деп айтады. Жоқ, Атырауский облыс комитетіне государственный мына жерде тұр, сіздер алып келдіңіздер, 30 миллионнан 25 декабрь 23 жыл аударғансыз, 22 жыл аударғансыз 23 декабрьде. Жоқ, ол деген Гүлмира апа, мына просто мен бер жағында последний нені алып келдім сізге. Негізі ол деген 95 жылдан бері аударылып келе жатырған нәрсе. Енді қарасаңыз, сіздер бұл жерде жалған ақпарат бермеңіздер. Жоқ, жалған не ақпаратты бергеніңіз үшін, жалған ақпаратты берген үшін қазір мен әкімге барамыз, жиналысқа барамыз, мынаны айтамыз біздер тағы да. Себебі сіздер ол жерде жалған ақпарат беріп тастаңыздар бізге, ауданға сізге беріп отырып деп, 30 миллион ақшаны жылына деп. Біз соған қуанып қалдық. Біздің мына асфальтымыз, жарығымыздың бәрі сол ауданнан бізге келіп отыр деп. Енді сондықтан әр сөйлеген сөзге мұқият болайық, жігіттер. Қазір халықтың көзі ашық,
Мыналарыңызды облыс бізге ауданға берді ме, берген жоқ па білмейміз біз. Сондықтан жоқ, соны ауданнан көтеруге болады сол вопросты. жоқ, мен облыстан біз ала алмаймыз деп тұрмын ғой. Не аласыз? Ауданға бермейді ғой мысалы. Сіз Ауданға аударғаныңда ауылға бермейді ол сол сияқты ғой. ауданнан ауылға сұрай алмай отырғанда облыс аудан қайдан береді ол? Енді мына нелеріңізді ауданға бөліңіздер, ауданнан біздің басшы сұрайды. Біз халық болып соны талап етеміз. Аудан мен ауылға бөлінген. Ауылға біздер ауылдың жағдайын ойлаңыздар, көріп жатырсыздар ғой, кішкентай ауыл гүлдену керек біздің ауылымыз. Сандарымыз толып тұр бұрау бойда, бірақ ешқандай пайда жоқ, келеді де тыңдап. Мынандай жалған ақпаратты көрсетпеңіздер бізге. Сол осының бәрі хаттамаға кірсін деп мен келген мезеттен хатшыны өзімізден сайлайық дедім. Себебі ауылдың адамы оны жанашыр көреді не жазылғанын. Көрмей жаза беруге болмайды ғой. Сол сізге айтып жатырғаным. Жалпы осы тыңдалып өткенде Марат әрбір түсірген видеоны неге ютубқа қойып қою керек. Мен ютубым толып кетті осылардың нелеріне. Сосын бақылап арасында несінде бойда отчет беріп отырсын. Қате кеткен жерлерін әрі менің алып отыру керек. Бізден де халық сұрап тұр ғой. Не істеп жатсың, не қойып жатсың, келіп жатыр, не беріп жатыр. Тағы бір мәселе айтылды, жұмыссыздық туралы. Ол да кірмеген ол хаттамада. Жұмысқа алу жөнінде. Әсет мырза естіп отырсыз ғой, ол туралы да кірмеген хаттамада жоқ. Жұмыссыздықты көтердік, ең бастысы біздер. Алдыңғы тыңдалымда да соны айттық. Осы ауылда жұмысшы тек қана бізде 5-6 адам жұмыс жасайды. 5 адам ол бұрыннан жергілікті адам ол. Енді бізде шығарылатырмыз деп жаңа неден бастап. Осы жұмыстарыңыз ары жалғастыратын болсаңыздар, 26 жылдан бастап осы ауылды жергілікті тұрғындардан жұмысқа орналастыруды сұраймыз. Халықтың бәрін алмай-ақ қой, ең болмады 4 адам жұмыс қалсаңыздар. Оны қарасаңыз өзі алдында айтқандай, өзінің жауап беріп сокращение болмайды. Енді жаңа бәрінің өзінің міндеті бар, оны максимальный қазір адамдар өзінің міндеттерін орындап тұр. Тик адамды просто жүруде, месторождение жүруде өзінің компаниямыз бармайды. Бізде мынандай жағдай болады, жұмысқа аламын деп аласың, шақыратын. Бірақ соны зарплаты еңбек ақысы аз деп бармай қалатындар болады. Мысалы бейінтал кен орнына біздерден технический адамдар тұрады 14 күнге. Әйел адамдар қыздар бармайды. Зарплаты еңбек ақысы аз деп. Ондай да болады мысалы. Олақта оған кінәлі жөнімізді. Сіздер бердіңдер, біздер барған жоқ. Иә, біз вакантный должность ашылғанда осы ауылдан алып отырсыз. Вакантный болған. Басқа не? Жалпы жергілікті адамдардың проценті көбейіп жүрсе. Иә, түсінікті, жаңа вакантный болса, ең бірінші Ұсыныс туралы тағы осы ұсыныстарды қосымша біздер кеңес атынан сізге хат жолдайық тағы да. Иә, жолдайық, айтайық, халықтың жағдайы осындай екен. Қосымша түрде. Басқа, сол сұрақ. Мына енді жақын деп отырсыздар ғой мына Ақтөбе ғой, оған мында келіп қандай да бір аземление дейді мынаны. Ел айтып енді көптен келіп тұрған. Амандықта келесі ауылдары қатысушылар Әсет Маматұлы ең алдымен мына айтқан тұрғындардың ұсыныстарын хаттамаға енгізу. Осының хаттаманы әр енгіз болғасын дейін өзінің хатшы ретінде оны тексеріп алыңыз. Содан кейін барып ой, бірақ алыңыз. Ұсынысыңыз бар ма халықтың атынан ба, халықтың атынан ұсын. Біз енді жалпы негізінде бұны басқа неге айтып қойған мен. Бізде Марат өзен білесің, бізде мектебінде ешкім көмектеспейді ғой биылда. Былтырда өзіміз Гүлмира екеуміз аяқтай жүріп еден алдық қой. Алақандай аяқтарында. Әлде сыранның қыздар сияқты екеуі қаңғып жүрді жұртты бәрі мазақтағып, бірақ соған арланған жоқ, арланбаймыз да халық. Сыран деп айтам ба, қайыршы деп айтам ба, онда шаруам жоқ. Менің халқымның балалары қуанып, халқыма құйттай ененің жасауындай көмек болса, соның өзі маған үлкен қуаныш. Маған болмай-ақ қойсын көмек. Міне биыл да алдымыздан жаңағы театр өзін көріп отырсың. Біздің мектепке ешқандай бюджеттен жоқ. Болса тек қана неден бар,
балабақшаға бар. Соған жаңағыдық сыйлыққа көмектессеңіздер мектепке 3 үй бола отырса мектепте. 13 жасқа дейінгі балалар. 13 бала дайындап. 13 жасқа дейін беру болады. Былтыр 11 мектеп жасындағы балдарға. Ал ана балабақшаға оған мектеп керек. Екеулеп ертең келмей жүр былтырда. Тек қана мектепке үйретсе оған. Я сосын бір нәрсе айтып өтейін. Өткенде біздерде мына ауылдық жасөспірімдердің 16 мүше бар екен футболисттер бізде құрама. Былтыр біздер белсенділер болып Қосары қаласынан өзіміз демеушілік жасап, осы балдардың белін қақпайық деп, жолын кеспейік деп біздің Ақкөзтоғай ауылы деген бір футбол құрама болған, ашылған сол жас балдардың. Ол балдардың мектеп жасында бар. Сосын үнемі демеушілікті қарастыра алмайды ешкім. Сол себепті өткенде осы 250 мың теңге ақша берді осы мекеме айтып қояйық бергенін. Себебі олар форумға тіркелу үшін, форумға қазір ойнап тіркелу үшін сатар екен. Сондықтан сол ақшаны да сіздерді бергендеріңізге рахмет айтамыз. Ол себепті енді әлі де балдар егер көмек сұрап жатырса көмектесерсіздер деген ойдамыз. Бұл спорт деген денсаулық, балдардың үн тартып отқан болашағымыз. Сондықтан оларға арасында болса да мүмкіндіктеріңізді қарастырып қойсаңыздар деген. Жалпы тоймен қатар Марат біздерде Ақкөзтоғай елді мекенінде балалар спортқа шыға алмайды. Жарысқа бара алмайды. Өте жай жарысқа бару. Қарап отырмын, мына Ақкөзтоғай мен Қосшағырдың екеуінің спорт мектебін салыстырамын мен арасында. Қосшағырдың тренері үйімен спортқа білем ғой. Ол айына дегенде бір рет барып келеді. Атырау болсын, Құлсары болсын, Астана болсын, Алматы, Ымборға барып келіп 15-20 күн. Олар өте дәқті орынмен келді. Бізде жоқ. Неге бізде өте ақша жоқ? Осыға да мысалы Спортқа ойнатпай, ол командир үшін амалды әртүрлі жастағылар оларды басқа ұсыныс сұрақтарыңыз. Олай болса манағыдай хаттамаға айтқаны хаттама енгізіп отыр, енгізіп қоймай, оның да орындалсын қадағалау керек. орындалсын меморандумға отырып қандай жұмыс. Осы манағы айтқаны меморандум болуы керек. Жақсы болды. Олай болса да бүгінгі уақытындағы бөлім төрағалыққа өтірей кетпей, қатысқандарыңызға көп рахмет. Қорытынды жауап береді. Жетті ма?